сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз асқабақтың пайдасы. Асқабақтар тұқымдасына жататын бір және көп жылдық шөптесін өсімдіктер. Асқабақтың отаны солтүстік және оңтүстік Америка. Ол жерлерде асқабақ біздің заманымыздан бұрын 3000 жыл бұрын егіле бастаған. Асқабақтың 20 түрі белгілі. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі асқабақ мускаты және ірі асқабақ деген түрлері мен ольгалық сұр 92, мозылевская 10, қашқарлық 1644 сорттары өсіріледі. Кәдімгі асқабақтың қатарына кәді мен патиссон жатады. Асқабақ сабағының ұзындығы 2-10 метр, жұмыр, түкті, бұтақты, жайыла өседі. Жапырағы ірі, ұзынша қаламшелі, бүйрек пішіндес, гүлі қос жынысты, ірі, сарғыш түсті, тарамдалған мұртшаларды жанындағы өсімдіктерге оралады. Жемісі жалған жидек, ірі, пішіні дөңгелек, сопақша, түсі әртүрлі болады. Шырыны жұмсақ дәмді. Ірі жемісті асқабақтың салмағы 40-50 кг дейін тартады. Асқабақ жемістің құрамында 15-18% құрғақ заттар, 8-10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, тағы басқа болады. Дәнінде 20-40% май бар. Асқабақтың асханалық сорттарынан піскен, қуырылған күйінде тамаққа пайдаланады. Асқабақ құрамындағы дәрумендер адам ағзасына, жүйеден балаларға өте пайдалы. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры, Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.